Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в 3 класс. Урок номер 1. Осень зовет нас в любимую школу. Күз бізді сүйікті мектебімізге шақырады. Ты научишься слушать, читать и понимать небольшие тексты. Сен тыңдауды, оқуды және қысқаша мәтіндерді түсінуді үйренесің. Использовать в устной письменной речи слова предметы, слова действия. Заттың атауын, іс-қимылды білдіретін сөздерді қолдануды үйренесің. Упражнение 1. Послушай, тыңда. Праздник сентября. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа. Здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога. Здравствуй, праздник сентября. Әрбір жыл сайын көңілді қоңырау соғылады. Ол бізді жинайды. Сәлеметсің бе күз, сәлеметсің бе мектеп, сәлеметсің бе сүйікті сыныбымыз. Жаз айын қимаймыз, бірақ босқа мұңаймаймыз. Сәлеметсің бе білімге апарар жол, сәлеметсің бе қыркүйек мерекесі. О чем говорится в стихотворении? Өлең жолдарында не туралы айтылған? Куда собирает детей веселый звонок? Поделись с другом или подругой впечатлениями о школе 1 сентября. Балдар, көңілді қоңырау балаларды қайда жинайды? Өзіңнің әсеріңмен бөліс, яғни мектепке барғандағы 1 қыркүйектегі әсеріңмен досыңмен бөліс. Выпиши в тетрадь знакомые слова. Таныс сөздерді дәптерге жазып аламыз. Запомни и запиши, есте сақтап жазамыз. Сентябрь, қыркүйек, звонок, қоңырау, веселый, көңілді, класс, сынып, праздник, мереке. Упражнение 2. Подумай, ойлан. Выбери слова по теме школа, запиши их. Мектеп тақырыбындағы сөзге, мектеп тақырыбына, яғни сөздерді таңдаймыз және жазып аламыз. Ученик, оқушы, осень, күз, парта, класс, сынып, учится, оқиды, яркая, жарқын, листья, жапырақтар, школа, мектеп, летят, ұшады, книга, кітап, умный, ақылды. Слова, которые относятся по теме школа, это мектеп тақырыбына арналған сөздер: ученик, парта, класс, учится, школа и книга. Упражнение 3. Прочитай с учителем. Мұғаліммен бірге оқы. Оконная тетрадка. На уроке русского языка нам объяснили, как пишутся такие слова: воробей, ворона, сорока, береза, осина. А я все это знала и поэтому глядела в окно. На болтливую сороку, на желтые осенние деревья, на черную ворону в белом небе. Вдруг подходит ко мне наша учительница Анна Николаевна. Где твоя работа? Какая? Письменная. И тут меня осенило. В оконной тетрадке. Анна Николаевна посмотрела в окно и улыбнулась. А ведь и верно, все наши слова в этой тетрадке можно прочитать. Демидова. Терезе дәптері. Орыс тілі сабағында бізге мынадай сөздерді қалай жазу керектігі түсіндіріліп жатқан. Яғни торғай, қарға, сауысқан, қайың және терек. Ал мен бұның барлығын білетінмін. Сол себепті терезеге қарап отырдым. Молжың сауысқанға, сарғыш ағаштарға, қара қарғаға, аппақ аспанға қарап отырдым. Бір кезде қасыма мұғалім келді. Сенің жұмысың қайда? Қандай жұмыс? Жазбаша жұмыс. Сол кезде мен жауап бердім. Терезедегі дәптерде. Анна Николаевна маған қарады да күлімсіреді. Терезеге қарап күлімсіреді. Шынымен де бұл рас. Бұл дәптерде барлық сөздерді оқуға болады екен, деді. Правильно ли ученица ответила учительнице? Оқушы ұстазға дұрыс жауап берді ме? Почему учительница улыбнулась, а не рассердилась? Мұғалім неге күлімсіреді? Неге ашуланбады? Посмотри в окно, какие слова можно прочитать в вашей оконной тетрадке. Терезеге қара. Терезедегі дәптерден қандай сөздерді оқуға болады? Упражнение 4. Определи, анықта. Пользуясь таблицей, найдя в тексте задание 3 и запиши выделенные слова.
которые можно отнести к живой природе и к неживой. Образец. Кестеге қараймыз. Үшінші тапсырма бойынша қарамен жазылған сөздерді кестеге орналастырамыз. Яғни тірі табиғатқа не жатады, тірі емес табиғатқа қандай сөздер жатады. Живая природа – воробей, неживая природа – в окне – окно. Тірі табиғатқа торғай, тірі емес табиғатқа терезе жатады. Живая природа – ворона, сорока, береза, осина. Неживая природа – в небе, тетрадки. Тірі табиғатқа қарға, сауысқан және қайың, терек жатады. Ал тірі емес табиғатқа аспан, дәптер жатады. Упражнение 5. Вспомни, есіңе түсір. Что или кто изображены на рисунках? Суретте кім немесе ненің суреті бейнеленген? Какие звуки они произносят? Олар қандай дыбыс шығарады? Запиши первые буквы в названиях объектов живой природы. Тірі табиғаттың объектілерінің атауларының бірінші әрпін жазамыз. Муха, змея, тигр и волк. Какие звуки они произносят? Қандай дыбыс шығарады? Ж, ш, змея, р, тигр, у, волк. Так, первые буквы, запишите первые буквы в названиях объектов живой природы. Тірі табиғаттың объектілерінің атауларының бірінші әріптерін жазамыз. Муха, М, змея, З, тигр, Т, волк, В. Ты уже знаешь, что звуки мы слышим и произносим, а буквы видим, пишем, читаем. Сен білесің, біз дыбысты естиміз және айтамыз, ал әріпті көреміз, жазамыз, оқимыз. Упражнение 6. Поиграем, ойнаймыз. Какие слова связаны друг с другом? Қандай сөздер бір-бірімен байланысты? Составь словосочетание и запиши. Сөз тіркесін құрап жазып аламыз. Назови знакомые части речи. Өзіңе таныс сөз таптарын атаймыз. Школьная тетрадь, мектеп дәптері, желтые деревья, сары ағаштар, оконная тетрадь, терезе дәптері, болтливая сорока, мылжың сауысқан, черная ворона, қара қарға, красная осина, қызыл терек. Здесь тетрадь, деревья, сорока, ворона, осина – это имя, слова, которые отвечают на вопрос «кто, что». Это существительные. Бұл сөздер зат есімге жатады. Школьная, желтые, болтливая, черная, красная. Эти слова отвечают на вопрос какая, какие. Поэтому это прилагательные слова прилагательного. Упражнение 7. Прочитай вывод. Қорытындыны оқы. Природа бывает живая и неживая. Солнце, звезды, вода, камни – это объекты неживой природы. То есть растения, грибы, животные, человек – это объекты живой природы, которые могут дышать, питаться, расти, размножаться. Табиғат тірі және тірі емес болып екіге бөлінеді. Күн, жұлдыз, су, тастар бұлардың барлығы тірі емес табиғатқа жатады. Ал өсімдік, саңыраулық, адамдар, жануарлар бұлардың барлығы тірі табиғатқа жатады. Тірі табиғаттың объектісі болып табылады. Олар тыныс алады, тамақтанады, өседі және көбейеді. Обсуди в паре, что такое живая природа. Жұпта ақылдасамыз, жұптық топта ақылдасамыз. Яғни тірі табиғат дегеніміз не? К какой природе относится человек? Докажи. Адам қандай табиғатқа жатады? Дәлелдейміз. Урок окончен. До свидания.